көрермендер, бүгінгі сіздермен Сауытбек Нұрбол және біздің қонағымыз Қазақстан ұлттық телеарнасының меншікті тілшісі Қуаныш Қанатұлы. Қош келдіңіз. Рахмет, амансыздар ма? Сіз бағана лекцияда бізге шетелге BBC каналға бардым дедіңіз. Сол BBC каналдағы журналистермен және біздің қазақ журналистердің салыстырмасын айтып жіберсеңіз. Бізде ол жерде 2-3 күн болдық, соның өзінде бізге мүмкіндік берілгені тек қана бір-екі студияны аралау, содан кейін жаңағы тарихымен танысу, бір-екі сыртта жұмыс істеп жүрген режиссерлармен кездесу болды, тіл білетін жаңағыдай тәжірибе алмасу жеңіл болу үшін жаңағыдай бізге орыс тілді журналистер сол жақта істеп жатыр. Енді BBC-дің ауқымы өте зор. Олардың бәленбай елде бәленбай меншікті тілшілері де бар, каналдарда бар, офистары бар. Ол жерде мысалы, енді мен айта алмаймын, ол жерде техникалық жағынан мүмкіндіктері өте зор. Одан кейін мысалы бізде тәжірибеде мысалы неғұрлым жас дикторларды, сұлу қыз жігіттерді эфирге шығарып қояды ғой. Ал оларда наоборот керісінше көрерменге ақпаратты берген кезде олар орта жастағы 45, 50, 60 жастағы дикторларды шығарады жаңалықтарға. Өйткені неге олай десек, өйткені мәселе сұлулықта, мәселе жастықта емес дейді, мәселе адамға ақпаратты жеткізе білуде, және сол жаңағыдай адам неғұрлым жасы үлкен болса, ол адамға көрерменнің сенімі арта түседі дейді. Ол адам өтірік айтпайды деген сияқты. Сол ақпарат білмеймін, айтып, сол көрерменге жақыншылығын сол жақтан байқадық та, дикторлардың егде жастағы, сақалы өскен, жаңағыдай шашы ақ, жаңағыдай ағаларымыз десек болады, сол эфирде отырды. Өзіңіз тағы қандай шетелге сапармен бардыңыз, басқа елдер? Біз сапармен Түркияда да болдық, Ресейдің Татарстан Республикасында, Қазанда болдық. Жиі Қытайға шығып тұрамыз деп айтуға болады, өйткені қорғасын ар жағында Қытай ғой. Еркін экономикалық аймақ болғанымен бәрібір де Қытайдың территориясында жүріп, біраз жылына 1-2 рет шығып қоямыз. Әлде шығамыз деп ойлаймыз, біздің басшылықтан сондай үміт бар, сондай тапсырма бар. Ақырын меншікті тілшілерді шетелге шығарып тұруға тәжірибесін қайтадан қолға аламыз деді. Бірақ мәселе шетелге шыққанда емес, мәселе осы Жетісу облысының қай бұрышында қандай мәселе бар, сол жерге дер кезінде жетіп, нақты ақпаратты беріп, жылдам беріп, мысалы, мен бір ерекшелігіміз жаңағыдай, біз сол барған жерден ақпаратты сол жерден уақытты үнемдеу үшін жаңағыдай, мысалы, біздің қай облысымыздың қай бір бұрышына бармасақ, 3,5-4 сағат керек, қай шетіне бармасақ та. Сол, мысалы, жолымызға кеткен уақытты үнемдеу үшін біз сол барған жерімізде ақпаратты беріп, эфирге жібереміз де, сосын кейін барып қайтамыз. Сондықтан біздің ол меншікті тілшілер жаңағыдай шетелге шықпапты деген сондай бір не жоқ. Шетелге демалыс алған кезде де шығып айтуға болады негізі. Өзіңіз қандай хоббимен айналысасыз, немесе қызығатын спорт түрін айта кетсеңіз? Енді мен қазір Жетісу волейбол клубының қыздар командасының қатты жанкүйерімін. Соларға жаңағыдай жанкүйер болып, олардың тікелей эфирлерін, Қазспорттан беріп жатқан жарыстар, болып жатқан жарыстардың бәрін үзбеуге тырысасың. Өзім енді кезінде футболмен айналыстым, бірақ қазір енді шынымен де біздің жұмыс бабымен де белгілі бір секцияға бір неге айналысуға мүмкіндік болмайды, бірақ бильярд соғып тұрамыз әріптестермен, ол да бір спорттың түрі ғой. Одан кейін мен қазақтың туын шетелдік жарыстарда көтерген әрбір спортсмен, әрбір спорт түріне риза боламын, соның жанкүйерімін десе болады. Біздің қазір мысалы футзалдан біздің Қазақстан құрама командасы жаттықтырушысы Кака болғанымен, шетелдік азаматы болған ішінде біраз қазақтың жігіттері ойнап жүр. Соның мысалы құрама командасындағы Біржан Оразов, Дәурен Тұрсағұлов сынды менің әйгөздік жерлестерім, мен соған мақтан тұтамын. Тағы да біраз жігіттер бар құрама командада. Бір ғана қаладан 4-5 ойыншы Қазақстан құрама командасына еніп, қазір Қазақстан намысын футзалдан қатты қорғап жүр. Мен сол футбол командасында, Қазақстан құрама командасының футзалдан солардың да жанкүйерімін десем болады. Көрермендерімізге біздің ұнайтын кітабыңыз немесе
ұнайтын киноңыз ұсынып айта кетсеңіз. Мына қазір алаш арыстарының дүниелерін қызығушылық танытып жүрмін. Соларды оқыса деймін. Өйткені біз қандай осы тәуелсіздік жолында қандай күресте болғанымызды тағы бір. Ал фильм жағынан енді Оян қазақ Міржақып деген фильмді әр қазақ көру керек деп ойлаймын. Және көрмей, өзі ғана көрем емес, баласына көрсетіп, мектепте көрсетілімдер, жоғарғы оқу орындарында, жуырда YouTube арнасына шығады толық сериясы. Ал біздің Қазақстан ұлттық телеарнасының сайтында оның жаңағыдай 6 сериясы тұр, Оян қазақ. Соны көрсеңіздер болады. Рахмет. Қуаныш Қанатұлы, сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, қош сау болыңыздар.